Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздермен минералды элементтері екі есе сұйылтылған мурасический көріктік ортасын дайындау ретімен танысамыз. Мурасический көріктік ортасын дайындау үшін тұздардың ерітінділері керек. Оларды, міне қараңыздар, макро тұздардың ерітінділері, микро тұздардың ерітінділері, темір хилаты және кальций хлориді. Сондай-ақ витаминдер, тиамин хлорид, пиридоксин хлорид және никотин қышқылы қажет. Сондай-ақ витаминдер ретінде мезоинозит, сахароза, көмірсу көзі ретінде қолданылатын және агар көріктік ортаны қатыру мақсатында қосылатын компоненттер қажет. Тұздардың ерітінділері мен реактивтерден басқа жұмысқа дистилленген су және көріктік ортаны қайнататын термотұрақты шыны стакан межеленген мен 1000 литрге дейін. Сондай-ақ минералды элементтердің ерітінділерін құятын стакандар, магнитиктер, пинцет және дозаторлар қажет. Сонымен көріктік ортаны дайындауға кірісеміз. Көріктік ортаны дайындауға қажетті стаканды магнит айналдырғышына қоямыз. Оған магнит таяқшасын саламыз және мына компоненттерді қосамыз. Макроэлементтердің ерітіндісінен 25 мл құйылады. Микроэлементтен 2,5 мл құйылады. Темір хилатынан 2,5 мл құйылады. Келесі ретте дистилленген су құямыз. Шамамен 400 мл. Көмірсу көзі ретінде 30 грамм сахароза қосылады. Витаминдер ретінде мезоинозит құрғақ түрінде қосылады. 100 мг. Қалған витаминдер ампула түрінде қосылады. Тиамин хлоридтің 1 ампуласын қосамыз. Никотин қышқылының 1 ампуласын қосамыз. Пиридоксин хлоридінің 1 ампуласын стаканға 50 мл-ге дейін дистилленген сумен сұйылтып, осы ерітіндіден 5 мл құямыз. Кальций хлоридінің ерітіндісінен 10 мл құйылады. Сонымен көріктік ортаның құрамына барлық компоненттер агардан басқа қосылды. Енді жалпы көріктік ортаның мөлшерін дистилленген сумен 950 мл-ге дейін жеткіземіз. Келесі кезекте көріктік ортаның қышқылдығын анықтаймыз. Сонымен көріктік ортаның pH-ы қазірше 4,5-ті көрсетіп тұр. Көріктік ортаның pH-ын бір нормалды натрий гидроксидінің ерітіндісін тамызу арқылы жоғарылатамыз. Осымен көріктік ортаның pH-ы 5,8-ге тең болды. Дайындалған көріктік ортаны екіге бөліп, плитаға қойып қайнатамыз 60 градусқа дейін. Осыдан кейін көріктік ортаға агар-агар қосамыз. 1 литр көріктік орта құрамына 7 грамм агар-агар қосылады. Көріктік ортада агар түйіршіктеніп қалмас үшін шыны таяқшамен ақырындап араластыру қажет. Көріктік ортаны оған қосылған агар жақсы еріп, орта мөлдір, біркелкі консистенцияға келгенше қайнатады. Енді міне дайын көріктік ортаны кіші стакандарға бөліп құямыздағы пробиркаларға көлемі 10 мл құямыз. Келесі кезекте пробирканың аузын фольгамен бекітеміз. Ол үшін екі саусақпен екі жағын қысып ұстап, қозғалмайтындай бұндай бұрыштарын шығарамыз. Осыдан кейін осы бұрыштан бір бағытта иеміз. Пробирканың аузы берік болу керек. Егер берік болмай ашылып қалатын болса, онда көріктік орта автоклавтаған кезде қатты қысыммен ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан біз жапқаннан кейін тексеруіміз керек. Берік болу керек. Сонымен көріктік орталар дайын болды. Енді осы көріктік орталар салынған стакандарды гипсқа салып, автоклавтауға апарамыз. Дайындалған көріктік орталармен қоса өсімдік материалын ламинар астында залалсыздандырудың соңғы сатысына қажет дистилленген суды да автоклавтайды. Ол үшін дистилленген су құйылған колбаларды крафт қағазына орап бюкске салады. Сонымен қатар жұмысқа қажетті петри табақшаларын, стакандарды, шыны таяқшаларды және мақтаны крафт қағазына орап автоклавта залалсыздандырады. Пробиркаларға көлемі 15 мл құйылған көріктік орталарды 1 атмосфералық қысымда 10-15 минут, ал дистилленген суды ыдыстар мен мақтаны 25-30 минут залалсыздандырады.
Сонымен, құрметті студенттер, сіздер бүгін минералды тұздары 2 есе сұйылтылған Мурасигис көк қоректік ортасын дайындау әдістемесімен таныстыңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.